Саламатсыз ба? Так. Так. Туған күніңізді айтыңызшы, Нұрдәулет мырза. Августтың 26-сы. 26 август дейсіз ба? 26 август. Биыл сізге өсу керек қой. Өкпе реніштен кетсеңіз, өсесіз биыл. Кімге өкпелеп жүрмін, ешкімге өкпелеп жүрмін. Өкпе реніштен кетсеңіз, өсесіз дедім. Мен сізге өкпелеп жүрсіз деген жоқпын. Мен сізге айттым. Өкпе реніштен кетсеңіз, өсесіз дедім. Полностью туған күніңізді айтыңызшы. Туған күніңізді полностью нешінші жылғысыз? 26 август. Сізге осы ақиқат білім нужен вам как воздух, орысша айтқанда. Сіз өзіңізді түсінесіз, бірақ біле алмайсыз, не жетпейтін. Бір әйтеуір бір нәрсеге көңіліңіз толмай жүреді ғой. Солай болады ғой, бір нәрсеге әйтеуір көңіліңіз толмайды. Бұл дүние жар сол. Сол сізге, енді мен сізге айтайын, ақиқатын айтайын, бүгін ақиқат білімді айтатын күн ғой. Бүгін орысша айтқанда день благодарения, день передачи истинных знаний дейді орысша айтқанда, сіз жаңағы даналы адамсыз ғой. Өмірлік, 100% өмірлік сізде тәжірибе бар, 100% білесіз. В общем, любой істеген, бастаған істі аяғына дейін жеткізетін сізде бойыңызда сондай күш бар, Енді сіз мықты ұстазсыз. Сол өзіңіздің мамандығыңыз бойынша биыл сізге өсу керек. Ал қалай, орысша айтқанда расширение болу керек сізде биыл. Түсіндіңіз ба, биыл сіздің жылыңыз. Биыл орысша айтқанда год трансформации и кризиса деп айтады, Әлем бойынша қазір 2023 жыл год трансформации и кризиса дейді. Қазақшасы саналы өмір сүру керек. Адамда тек қана білім алып қана қоймай, жаңағы дене тәрбиесі, тәртібі болу керек. Таңертең жүру керек. Сізге үнемі бір нәрсе жетіспейді, энергия жетіспейді сізге. Ол энергияны қайдан аласыз сіз? Ол энергияны далаға шығу керек сізге. Таң атпай сіз йогада боласыз ба, 5 рет намазға жығыласыз ба? Енді сондай тәртіпте болуыңыз керек биыл. Егер биыл тәртіпте болсаңыз, енді сізде биыл былай болады. Сізге дұрыс деген нәрсенің барлығы адамдарға бұрыс болуы мүмкін. Ал адамдарға дұрыс болған нәрсе сізге бұрыс болуы мүмкін. Күресудің қажеті жоқ. Сіз қай кезде энергияңызды жоғалтасыз? Сіз күресесіз ғой? Вот сол кезде энергияңызды жоғалтасыз. Сондықтан сіз егер былтыр жоқ деп айтып үйренсеңіз, сіздің миссияңыз бойынша сіз жоқ деп көп айтасыз. А биыл сол сөзді айтпаңыз. Сіздікі дұрыс деңіз. Ал бірақ менің ойымша, мен болсам осылай айтатын едім, мен болсам осылай жасайтын едім деп, сіз ең бірінші тыңдаңыз. Көп адамдармен тіл табысыңыз. Биыл сізге тіл табысатын жыл. Көп тіл табысу керек сізге. Үйрену керек тіл табысып. Потому что без коммуникации, орысша айтқанда, тіл табыспай, қарым-қатынассыз адам өспейді ғой. Сондықтан барлық адамдармен, егер біреуге ренжіп жүрсеңіз, сіз білмейсіз, сізге қанша адам ренжіп жүруі мүмкін. Ау! Все, менің балам шақырып жатыр қазір. Ассалаумағалейкум. Аңғырып, енді көрдім жаңағы. Десем, дос болам, ночқа шығып көрсетіп. Так, менің айтып жатқаным бәрі сізге қызық па, қызық емес па? Қызықты, негізі психологсыз ба? Осы парақшама менің жазылып, мен Инстаграм парақшамда, осы ТикТок парақшамда осылай Жанаргүл, нижний пробел Тендеканы жазылсаңыз болады. Нұрдәулет, теперь подписчик на видео дейді. Вот, пожалуйста. Бұл ақиқат білімді, ақиқат Инстаграмда бар. Жанаргүл, нижний пробел Тендеканы. Инстаграм жоқ. Сіз қай жерденсіз? Мен қазір Алматыға жұмыс жасау келдім, негізі туысым жерім Жетісай. Ол қай жақ Жетісай деген? Түркістан облысы. Қазақстан ғой, Қазақстан. Енді Қазақстан ғой. Мен енді ойлап тұрмын ғой, сіз шетелге кетіп қалған екен ақша табуға деп. Сол шетелге кетіп қалғаныңызға Аллаға шүкір, тәуба. Енді егер сізге қызықты болса, мен осымен эфирімді аяқтайын, менің парақшама жазылсаңыз болады. Менің парақшам осылай. Осы менің WhatsApp телефоным да, Инстаграмым да, осы ТикТогым да, барлық осы жерде, осы менің парақшамда бәрін ақтарып төгіп қарасаңыз болады. Жақсы? Хабарласып болады ғой, Ау? Хабарласып, сізбен сұхбат қылса бола ма, болмай ма? Пожалуйста. Мен балаларым күтіп отыр, қазір мен 5-10 минутқа шығып едім. Все. Жақсы, мен 3 балам бар, мен тұрмысқа шыққан анамын ғой, сондықтан мен балаларым күтіп отыр. Сол адамдардың сұрағына жауап беруге шықтым мен. Рахмет. Алла разы болсын.